Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге өзімнің палау дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Күріштері бір-біріне жабыспайтын, шашаңқы болып пісетін әрі қып-қызыл өте дәмді палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын ашып, жуып, тазалап, дайындап турап аламыз. Өзімізге қажетті етті майдалап турасаңыздар да болады, болмаса дәл видеодағыдай турап алсаңыздар да болады. Пиязды көптеу қылып турап аламыз. Пиязды көп болса, палауыңыз өте дәмді болады. Және сәбізін де көптеу қылып тура берсеңіздер болады. Негізі палаудың сәнін ашатын осы сәбіз. Сәбізді дәл осы видеода көргендеріңіздей соломка етіп турап аламыз. Қатты жіңішке қылып жібермеңіздер, орташа қылып турап алыңыздар, әйтпесем езіліп кетуі мүмкін. Барлығын турап дайындап алған соң, енді қызып тұрған майға ең бірінші етті салып, қып-қызыл қылып қызартып қуырып аламыз. Етті қызартып қуырып алған соң, үстінен пияз салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Палаудың қып-қызыл әдемі болуы осы пиязға байланысты, сол үшін пиязды жақсылап қызартып қуырсаңыз, қып-қызыл әдемі болады палауларыңыз. Пиязы күйіп кетпесін қарап тұрыңыздар. Пиязды осылай қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып алдым. Жақсылап қызартып алған соң, енді сәбізін саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. 2-3 рет араластырып қуырып алсаңыз жеткілікті. Көп қуырсаңыз сәбізі езіліп кетуі мүмкін. Енді үстінен су құямыз. Суды етті жауып тұратындай етіп құйып аласыздар. Бетін жауып қайнаған соң астын жай отқа қойып қоямыз. Енді еті піскенше 1,5 сағаттай күтеміз. Еті піскен соң күрішті жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен лазер күрішін қолдандым. Егерде су азайып кетсе, үстінен су құйсаңыздар болады. Менде кішкене су азайып кетіпті. Үстінен кішкене су құйып жібердім. Су құйып алған соң, астын қатты отқа қойып, су тартылғанша күтеміз бетін жауып. Су тартылған соң барлығын ортасына қарай жинайсыздар, дәл осы видеодағыдай. Барлығын жақсылап ортаға жинаған соң, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықпен осылай тесіп аласыздар. Енді бетін жауып, астын жай отқа қойып, 30 минут күтеміз. 30 минутта пісіп дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте шашыраңқы әдемі болып піскен. Сізде дәл осылай жасап көрсеңіз болады, палауыңыз әдемі болып шығады. Дәл осы видео пайдалы болып жатса, лайк басып, өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз.